Алло, полиция 4, здравствуйте. Трансгимнастку. Бұл ауқымды ведомствоның қызметі жайлы біз не білеміз? Өскемен қаласы ішкі істер басқармасы жедел басқару орталығының 102 желісіне күніне 1000-нан астам қоңырау келіп түседі. Оның 90%-ы полиция, төтенше жағдай және жедел жәрдем қызметіне тікелей байланысты. Адамдар өмірдегі қиын жағдайда 102 нөмірін теруге асығады. Орталықтың әрбір операторы 350-ге жуық қоңырау қабылдайды. Бұл жұмыс тек кәсіби біліктілік пен машықтық ғана емес, физикалық тұрғыдағы төзімділікті, шыдамдылықты және сабырлықты талап етеді. Бейнебақылау жүйесі арқылы кезекшілік тәулік ішінде бірнеше қылмыстар мен ондаған әкімшілік құқық бұзушылықтар анықталады. Камералардың көмегімен біздің қаладағы бұзақылардың, маскүнемдердің және тәртіпсіз жүргізушілердің саны азаюда. Все охвачено, значит, как говорится, видеокамерами. Барлығы бейнекамералар арқылы бақыланады. Тәжірибелі қызметкерлер кеңседе отырып бақылайды. Олар қырағы көздерімен қалтаға түсетін ұрылар және тағы да басқа бұзақылық жасайтын элементтерді бірден көреді. Бітімбай Жүнісұлы тәуелсіз Қазақстанның ішкі істер органдары құрылған тоқырау кезеңді былай еске алады. Не хватало денег, не хватало заработной платы. Ақша жетіспеді, жалақы төленбеді. Кей кездері штатты қысқартуға мәжбүр болдық. Бірақ біз берген антқа адалмыз. Сондықтан осы кезеңнен де өттік. Неліктен күліп отырмын дейсіз бе? Кезінде таныстар арқылы 30 дана қонышты етікті тауып, ішкі істер органдарының қызметкерлерін көтермеледік. Өйткені олар Чапаев дивизиясы сияқты әртүрлі киім киюге мәжбүр болатын. Әнес, мені слушай на остановку. Саяжайлар мен қала маңындағы ауылдардың көшелерінде атты полицейлер келе жатыр. Бұл патрульдік жасақтардың басты міндеті автокөлік жете алмайтын жерлердегі құқық бұзушылықтың алдын алу. Полицейлердің сенімді серігін айналған 40 жылқыда олармен бірге облыстың түпкір-түпкірінде қызмет атқаруда. Полиция қызметкерлері дәстүр бойынша Жеңіс күнінің қарсаңында шеру өткізіп, Даңқ мемориалындағы мәңгілік алауға гүл шоқтарын қояды. Очень много наших сотрудников. Милиция болып тұрған кезде біздің қызметкерлердің көбі Ұлы Отан соғысына аттанды. Сол кездері арнайы мақсаттағы жасақтар құрылған еді. Соғыстан кейін жаралы болғандардың көбі бізге келді. Қызметін жалғастырып, тәжірибелермен бөлісті. Мен біздің салада ұрпақ сабақтастығының қалыптасқанына разымын. Что у нас преемственность поколений. Бүгінгі күні Шығыс Қазақстан облысында 5-ақ ветеран қалды, 5-еуі. Оның 2-еуі ғана жүреді, қалғандары төсекте жүріп келе алмайды. Өмір өтіп бара жатыр, қарттар азайып бара жатыр. Артта өсіп келеткен жеткіншектер, балалар осы өткен соғысты біле ме, білмей ме, қалай басталып, қалай аяқталғанын айту біздің міндет деп ойлаймын. Өйткені қазіргі кезде мынау политикамен шұғылданатын адамдардың бәрлері Совет одағының еңбегін бағаламай, соғысты Совет үкіметі ашқандай сойдеп жариялап жатыр. Соны іске асырмай, соның нақ дұрысын айтып беру біздің міндет деп ойлаймын. Әрқашында қызық болсын, Қазақстан мемлекетіміз гүлдей берсін. Сонау 1992 жылы ішкі істер органдарының сапында соғысқа қатысқан 55 адам жүрген еді. Қазір қайратты қарт майдангердің 3-еуі ғана қалды. Ішкі істер әскерінде, ішкі істер органында өзімнің өмірінің 40 жылын бердім. Шамам келгенше анықтап, берген тапсырманы орындап, көп сотрудниктерді өсіріп, тәрбиелеп шағырған адаммын. Қазір мен осы сіздердің жағдайыңызды көріп, біліп, қиыншылықтардың барлығын түсініп отырып, бүгінгі
келе жатқан 25 жылдық полицияның юбилейіне қарсы сіздердің барлығымызға құттықтау айтып, зор денсаулық тілеп, жұмыстарың сәтті болсын деймін. Сіздерге, сержанттарға және вольно-наемный сотрудниктерге олармен бірге тізелесіп жүріп, қазіргі ауыр жұмысты орындап жүрген менің құттықтауымды айтып, олардың жұмысына сәтті болсын деп тілеймін. Аман болыңдар. Екі 2000 жылдан бері Шығыс Қазақстанда жас жол инспекторларының қозғалысы жұмыс істейді. Ал 2013-те республикада алғаш рет осы ұйымның штабы құрылды. Содан бері балалар республикалық және халықаралық байқауларға қатысып, бірнеше мәрте жеңімпаз атанды. Жасақтардың өмірі қызықты және алуан түрлі. Оқушылар жол қозғалысы ережелерін, алғашқы медициналық жәрдем көрсетудің негіздерін үйренеді, велосипед тебуге, жол қозғалысын реттеуге машықтанады. Құқық қорғау органдарының өкілдерімен бірге байқаулар мен акцияларға қатысады. Белсенді демалысқа да көңіл бөледі. Ең бастысы, олар жол қозғалысының жауапты да жоғары мәдениетті қатысушылары атанады. Өскемен қаласының полицейлері Крупская атындағы мектеп-интернатқа жиі келеді. Олар мұндағы тәрбиеленушілерді қамқорлықтарын алғанына 10 жылдан асты. Қайырымдылық көмек жасайды, түрлі мерекелік шаралар ұйымдастырады. Погон таққан адамдарды оқушылар үлгі тұтады. Болашақта осы мамандықты таңдағысы келеді. Шығыс Қазақстан облыстық ішкі істер департаменті Қазақстандық полицияның торқалы тойына орай 25 бастама бағдарламасын әзірледі. Оның аясында жастармен жұмыс істеу, ардагерлерге көмек жасау және аумақтарды көгалдандыру сияқты игі істер кіреді. Облыс орталығының жаңа шағын ауданында тұтастай аллея пайда болды. Енді балабақша мен тұрғын үйлердің терезесінен 200 ағашты тамашалауға болады. Оны отырғызуға полицейлер мен ардагерлер, мінезі қиын жасөспірімдер мен қаланың үздік оқушылары атсалысты. Мен 2 ағаш ектім. Бірнеше жылдан соң олардың қалай өсіп кеткенін көргім келеді. Біздің қаланың жасыл желекке оранғанын қалаймын. 2011 жылдың маусымында Қазақстанда қайта құрылу нәтижесінде жасөспірімдер полициясының бөлімшесі пайда болды. Кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыс пен тәртіпсіздіктің дер кезінде алдын алу үшін облыс мектептері мен колледждерінде 212 инспектор жұмыс істейді. Бұл жасөспірімдерді спортқа, салауатты өмір салтына тартуға арналған күрделі де жан-жақты жұмыс. Сондықтан сайыста инспекторлар өз қамқорлығындағы балалармен бір командада ойнайды. Тұрақты мекенжайы жоқ адамдардың жеке басын анықтау мен қамау түрінде әкімшілік жазаға тартылғандар үшін қабылдау бөлу мекемесі немесе арнайы қабылдағыштар жұмыс істейді. Шығыс Қазақстанда ондай 4 мекеме бар. Өскеменде, Семейде, Аягөзде және Шарда. Біздің қоғамды сауықтыру мен оның қауіпсіздігі үшін облыс полицейлері қыруар іс тындыруда. Олардың қатарында шет елде қызмет істегендер де бар. Попросила родина замначальника УВД надо туда. Ішкі істер басқармасы орынбасарын шет елге жіберу керек деген нұсқау түсті. Мен Ауғанстанға аттандым. Ауғанстанның Кабулдағы ішкі істер министрлігінде біздің министрліктің өкілеттілігі болатын. Біз паранда деп аталатын ауғандық милицияға өз тәжірибемізді үйреттік. Семейлік милиция ұжымының тәжірибесі өте жоғары бағаланды. Ол қаладан көптеген генералдар мен министрдің орынбасарлары шықты. Біздің көрсеткіштеріміз жақсы болатын. Сол кездегі әріптестерімді жиі еске алам. Олар сыйлап, хабарласып тұрады. Они помнят, звонят. С уважением, спасибо им. Өскемен қаласының 50 көп балалы және аз қамтылған отбасылары Қазақстандық Қызылай филиалы ұйымдастырған Ура каникул акциясы барысында қайырымдылық көмекке ие болды. Демеушілердің арасында қаланың кәсіпкерлері ғана емес, Шығыс Қазақстан облыстық ішкі істер департаментінің қызметкерлері де болды. Полицейлер соммасы 250 мың теңге болатын купон алып берді. 450 тәртіп сақшысы облыстық қан орталығында ерікті донорлар қатарында тұр. 2017 жылдың соңына дейін донорлық қанның қорын 500 литрге дейін толтыру жоспарланған.
Акцияға Шығыс Қазақстан облысы бойынша мыңдаған полиция қызметкерлері қатыспақ. Бұл басқа адамның өмірін сақтап қалудағы сақшылардың үлкен үлесі болмақ. Поиск наркотических средств, поиск взрывчатых веществ. Есірткі және жарылғыш заттарын іздеу, із кесу жұмысы, шабуылдық ұстау, асыл тұқымды иттер де бар. Соңғы 3 жылда 15 рет жаңа туған күшіктер алдық. Олар облыстың қалалық, аудандық ішкі істер бөлімдеріне арнайы үйрету дайындығынан кейін қызмет етуге жіберіледі. Қазақстан полициясының 25 жылдығына орай қайырымдылық акциясы өткізілді. Патрульдік қызметте қолданылған Барон есімді неміс овчаркасын Семей қаласының зағиптар қоғамына табыс еттік. Немецкой овчарки по кличке Барон, обществу слепых города Семей. 94 қызметтік ит Шығыс Қазақстандық полицейлердің жедел іздестіру жұмыстарына көмек жасауда. 2017 жылдың тек 5 айында ғана 4 аяқты көмекшілердің арқасында 125 қылмыс ашылды. Ішкі істер департаментінде ашық есік күнін өткізу дәстүрге айналды. Оқушылар ведомствоның мұражайын тамашалап қана қоймай, жедел басқару орталығымен танысып, арнайы көлікте отырып, қолдарына қару ұстап, және жедел қимылдайтын арнайы жасақ жауынгерлерінің әскери дайындығында көре алады. Алғыс айтқым келеді. Біз 39-ші мектептен 5 қызбыз, 8-ші Б сыныбын шақырды. Шынын айтсам, бұл күтпеген оқиға болды. Біздің сыныптағы барлық балалардың барғысы келді. Бізді тыңдағандарына разымыз. Бұрын көрмеген дүниелерді көрдік, таныстық. Бізге тарих сабағында бұл жайлы айтып бермес еді. Атыс даярлығы полиция қызметкерлерінің негізгі машығы. Тек жүйелі жаттығулардың арқасында ату әдістерін нақты және сенімді түрде интуициялық деңгейде қатесіз және мүлтіксіз орындауға болады. Внимание, следственная оперативная группа УВД города. Пройдите в дежурную часть на выезд. Папилон автоматтандырылған дактилоскопиялық ақпараттық іздестіру жүйесінің көмегімен көптеген қылмыстар ашылуда. Оның ауқымында ішкі істер органдарына қажетті тұлғалардың 400 мыңнан астам дактило картасы бар. Жедел криминалистік бөлімшелерінің қызметіндегі соңғы кездегі тағы бір жаңалық — образ плюс автоматтандырылған биометриялық сәйкестендіру жүйесі. Жыл сайын ішкі істер органдарына қызметке 350-ден астам қызметкерлер түседі. Оларға салтанатты жағдайда офицерлік погондар. Оған қоса азаматтардың қауіпсіздігі үшін жауапкершілік міндеті табыс етіледі. Құқық қорғау ведомствосының дәстүрін сақтау, оны еселеу енді Шығыс Қазақстандық полицияның қатарына қосылған осы азаматтардың қолында. Облыста полицейлер әулеті де жетерлік. Олардың қатарында Желебаевтар, Жақыповтар, Уәлиевтер, Сыдықовтар, Амиргалиновтар, Жақанбаевтар, Балықовтар, Майлыбаевтар, Төлеуовтар, Шайбақовтар, Слямовтар және тағы басқалары. Садықов пен Амиргалиновтың үлкен отбасында 5 полиция қызметкері бар. В детстве, в принципе, не думал, что пойду служить. Мен бала кезінде органда қызмет істеймін деп ойлаған жоқпын. Өйткені бұл мамандық батырлықты, қайсарлықты, төзімділікті талап етеді. Басқа оңай кәсіп таңдаймын деп ойладым. 12 жасымда Жасұлан лицейіне түстім. Сол кезде бағытым айқындалды. Әке көрген оқ жонар деп тегін айтпаған. Мен әкемнің жолын қудым. Ол ішкі істер органдарында 1978 жылдан бері қызмет етті. Өмірінің 23 жылын мемлекет пен отан алдындағы қызметке арнады. Мен осы қызметте жүріп, өзімнің өмірлік серігімді таптым. 2 капитан қосылып, отбасылы болдық. Нәресте күтіп жүрген жайымыз бар. Дослужился, как говорится, до подполковника, но это... Подполковник шеніне дейін қызмет еттім. Бірақ бұл менің ғана емес. Жұбайым Гүлнар Дүйсенбек қызының да еңбегі. Ол екеуіміз менің полициядағы 25 жыл бойғы қызметімде барлық ауыртпалықты бірлесіп арқаладық. Сол кезде 2 баламыз болатын. Мына жерде отырған үлкен қызым
Әуезов полиция бөлімінде кәмелетке толмағандар ісі бойынша инспектор болып жұмыс істейді. Менің Ринат Амангелдіұлы есімді ұлым. Қазір жол патрульдік қызмет, жеке батальонның взвод командирі болып қызмет істейді. Ол да зейнетке дейін менің шеніме жетеді деген үміттемін. Статистика бойынша облыстың полиция қызметкерлері қоғамдық орындар мен көшелердегі жасалған қылмыстардың санын 20% азайтқан. Жедел алдын алу шаралары өткізіледі. Патрульдеудің әдісі өзгертілген. Тонаушы арқамнан бірнеше рет тұрып, сөмкемді алып қашып кетті. Сол сәтте дереу полицияға қоңырау шалдым. 5 минут өтпестен қылмыскерді ұстап алды. Менің шағымыма дер кезінде әрекет еткен патрульдік қызметке алғысым шексіз. Елді мекендердегі қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге полицияның ерікті көмекшілері де көмек жасауда. Олар кәсіпорындар мен мекемелердің жұмысшылары, жоғарғы оқу орындары мен колледждердің студенттері. Облыс бойынша бұл іске 3000-нан астам адам белсене қатысады. Ерікті көмекшілердің қатысуымен 500 құқық бұзушылық фактісі анықталды. Полицияның учаскелік инспекторы лауазымы тәулік бойғы қызметті талап етеді. Дәл осындай жұмыс кестесі бойынша 631 учаскелік инспектор қызмет атқаруда. Олардың тең жартысы ғана қалада жұмыс істейді. Жақсы жігіттер. Бұзақылардың көбін дұрыс жолға салды. Қашан барсаң да қол ұшын береді. Полиция қызметкері болуына себеп болған ол менің үлкен ағам. Осы қызметті таңдағаныма өзім мақтан тұтамын. Ауыр жұмыс болуына қарамастан осы учаскелік полиция инспекторы болу маған өте ұнайды. Адам өмірі баға жетпес құндылық. Бірақ олар басқаның өмірін сақтап қалу үшін өзін құрбан етуге әзір. Тәуелсіздіктің 25 жыл ішінде қызметтік міндетін орындау барысында 37 шығыс қазақстандық полиция қызметкері қаза болды. Оларға мемлекеттік және ведомстволық наградалар қайтыс болғаннан кейін берілді. Әкем өзінің қызмет бабын 1988 жылы бастаған. Сержанттық құрамнан бастаған. Өзінің жұмысымен көзге түсіп, басшылық құрамынан көптеген марапаттарға ие болып, 27 жасында полиция майоры атағына ие болған. Санаулы ғұмырының ұзақ жылдарын осы ішкі істер органдарында қызмет атқарып, өзінің осы қызмет атқару барысында ажалмен бетпе-бет келіп, өзінің ұстанымымен маған осы полиция қызметкері болуына бір әсерін тигізді. 2007 жылы Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің академиясына оқуға түсіп, тәмамдап, қазіргі уақытта осы әкемнің жолын қуып жүрмін. Сердечно поздравляю. Шығыс Қазақстан облысы полиция қызметкерлерін шын жүректен құттықтаймын. Олар біз үшін тыным таппайтын, өз қызметіне адал және бейбіт өмір сыйлайтын жандар. Службе своей и обеспечивают нам мир и благополучие. Қазақстан полициясының 25 жылдығымен құттықтаймыз. Алло, полиция 4, здравствуйте. Франц 17.